Ерте заманда бір тік төртбұрыш өмір сүріпті дейміз. Қайдағы жоқ көрінген сайттарға кіріп программалар жүктемеді. Сосын оны жүктегеннен кейін басқа толған программа жабысып береді. Сосын ол орнағаннан мені кінәлама деп отыр. Ал сөз жүйелі болу керек. Ал жүйелі сөз ол оқырманға жетеді. Оқырманға жеткеннен кейін оның қаншалықты маңызды екенін өзінің сөзі арқылы дәлелдей алады. Бұл жерде математика қазіргі әлемнің тілі деп айтуға болады. Барлық ғылымның, барлық ғылымдардың патшасы математика деп айтуға болады. Менің таңдалған мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі емес, сондықтан маған бұл қатты қажет емес. Ал енді қайырлы күн, құрметті көрермендер, кезекті подкастымызды біз бастаймыз. Қосшы қаласы мектеп-гимназиясы базасында түсірілетін ұстаздармен әңгіме бір сабақ подкастымызды бастаймыз. Бүгінгі негізгі тақырыбымызды айтатын болсақ, бүгінгі тақырып бізде оқушыларды өмірге қаншалықты дайындап жатыр. Яғни мектеп оқушыларды өмірге дайындап жатыр ма? Және қаншалықты деңгейде, сол жайында сөз қозғайтын боламыз. Және де пәндер маңыздылығы, қандай пән бізде өмірде қажет болады, солардың бір қатарына талдау жасайтын боламыз. Сол себептен бізде енді студиямыздың қонақтарымен таныстырып өтейік. Ол бізде математика пән мұғалімі, осы Қосшы қаласы мектеп-гимназиясы математика пән мұғалімі Біржан Қайратұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Және де қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі Гүлжазира Сәбитқызы. Қош келдіңіз. Сонымен қатар біздің подкастымыздың тұрақты спикері деуге болады. Ол информатика пәні мұғалімі Ерлан Ермекұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Келгендеріңізге рахмет. Жақсы ой талқы болады деген сенімдемін. Ал енді подкастымыздың тақырыбына келетін болсақ, болашаққа қажет пәндер емес, қажет дағдылар. Пәндер оны қалай береді. Сол жайында қазір сөз қозғайтын боламыз. Енді қарайтын болсаңыздар, бізде оқушы мектепте пәнді оқып шығады. Сол пәннің негізінде, пәндердің бірлесуі негізінде өмірлік дағдыны алып шығады. Және ол сол дағды арқылы өзінің өмірін құрады. Қандай дағды алып шығады, өмірі де сондай болады. Немесе әдетің қандай болады, тағдырың сондай болады деген сөз бар. Білесіздер, бұл интерактивті экран қонақтар үшін арналған. Қажетті ақпарат сіздерде осы жерде көрсетілетін болады. Енді қарайтын болсақ, біз әңгімемізді осы дағды ұғымынан бастайық. Өйткені 21-ші ғасыр бұл дағдылардың заманы деп атаймыз. Қазір білімділіктің заманы дейміз, мінезді дамыту керек дейміз. Бірақ дағды осылардың қатарында маңызды орын алады. Ең бірінші тиімділік бойынша бізде мынау кітапты оқығанда боларсыздар, жасампаз жандардың 7 дағдысы деген Стивен Ковидің кітабы бар. Осы жерде зерттеу нәтижесінде жазылған қазіргі заманға қажетті 7 дағды көрсетілген. Осылардың бір қатарын қарап шықсақ. 7 дағды, яғни тиімді адамдардың 7 дағдысы. Бірінші ол белсенді болу, яғни оны проактивті болу деп атаймыз. Ешқандай жағдайға қарамай, қажет болған істі өз уақытында орындау, яғни өз өміріңе өзің жауапкершілік ала білу. Және екінші дағды ол соңын ойлап бастау, яғни нәтижені көріп отырып, мақсатты түрде әрекет ету. Және үшінші дағды ең алдымен маңыздыны орындау. Яғни маңызды істі бірінші таңдап алуымыз керек. Біз шұғыл нәрсені ғана емес, шын мәнінде не маңызды, сондай іспен айналыса білу дағдысы. Және төртінші ол біздегі жеңдім деген стратегия. Яғни біздің кез келген әрекетіміз екі жаққа тиімді болу керек. Ұттым деген стратегиямен жүруіміз керек. Мұғалім үшін де сондай. Мұғалім мысалы жұмыс өзінің қызметін атқарып жатыр, ол өз үшін де тиімді пайдалы болу керек, және оқушы үшін де пайда келтіру керек. Ұттым жүйесі деген осы. Және бесінші бізде әуелі түсіну, сосын түсіндіру. Бұл яғни бізде психологиямен байланыстырақ болады. Бірінші түсініп алуымыз керек. Содан кейін барып түсінуге тырысуымыз керек. Бұл енді педагогтар қауымына өте таныс жағдай
қажет дағды деп ойлаймын. Және 6-шы дағды бұл бірлесіп күш шығару. Қазір барлығы білесіздер, бұрынғы заман 19-шы ғасыр, 20-шы ғасыр генийлардың заманы болған болса, қазір бізде гений командалардың заманы. Яғни қандай да бір іс болсын, ол бірігіп, яғни бірлік арқылы, топпен, команда арқылы шешіледі. Сонымен қатар 7-ші дағды бұл араны қайрау деп атайды. Бұл тура аудармасы, және үздіксіз дамып отыру. Үнемі өзін жетілдіріп отыру керекпіз. Ақыл бойынша, дене бойынша және рухани тұрғыдан үнемі біз жетілуде болуымыз керек. Осы негізгі 7 дағды қазіргі заманда оқушы бойында болуы тиісті дағдылар болып табылады. Зерттеу бойынша алып отырмын бұны біз. Енді ары қарай жылжиып, біз негізгі дағдыларды осылай жіктеп алдық. Енді келесі дерек ол бізде PISA дейміз, яғни 15 жастағы оқушылардың алған білімдерін өмірлік жағдайда қолдану қабілетін бағалайтын халықаралық зерттеу. Бұл жерде бізде экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы ұйымдастырған бұл тест оқушылардың қаншалықты деңгейде өмірге дайын екендігін анықтайды. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан оқушыларының 20 жылдық нәтижесі көрсетілген график берілген. Осы график бойынша қазір сіздер өз ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Қандай ой түюге болады? Кезекпен әр спикер өз пікіріңізді айтып өтсеңіздер. Бұл жерде 3 сызық берілген, ол қайсысы Қазақстанға қатысты? Бұл 3 пәнді беріп тұр бізде. Төменгі неде оқу сауаттылығы, қазір келесі слайдты көрсетсем тауып аласыздар. Міне, оқу сауаттылығы, математика және жаратылыстану пәндері көрсетілген. Көрсеткішке қарайтын болсаңыздар, мынау оң жағындағы неде графада бізде негізгі орташа мән көрсетілген. Қазақстанның нәтижесі -60. Неге төмен, балға төмен болып тұр. Математика бойынша -40 бойынша 40 балл болып тұр, жаратылыстану бойынша -50 болып тұр. Орташа балдан сонда біз осыда төмен тұрмыз, Осыншаға төмен тұрмыз. 80 плюс 80-нен артық мемлекет қатысқан, осыда 60-шы ма, 57-ші ме сондай орындамыз орташа статистика бойынша. Жалпы түсінгенім 0-ден 1000-ға дейін дейтін, өйткені бізде көрсеткіштері 400. Иә. Жақсы. Бұл ортаңғы көрсеткіш қой, 500-ге дейін. Иә, ортаңғы көрсеткіш. Қандай ой түюге болады? Өздеріңіздің ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Бір статистика бойынша естігенім, бізде кітап оқу аз. Сондықтан оқу сауаттылығы төмен тұр. Сол бір мәселе бізде. Математика, өз ойым жақсы берілетін сияқты бізде деп ойлаймын. Қай жақта мектепте мұғалімдер болмасын, әрдайым математика бізде мықты болып келеді. Сол төмен болып тұрған кішкене таңғалдырып тұр. Жаратылыстану туралы енді білмей тұрмын. Сіздер айтыңыз. Бұл жерде енді негізі қарап отырсақ, мына математиканың төменділігі, ол PISA есептерін талқылайтын болса, бұл жерде көп есептер, анау математикалық сауаттылыққа арналған есептер. Бізде мысалы білімді көп жағдайда жаттанды, математиканы жаттанды білім ретінде қарайды оқушылар. Бірақ есеп шығару барысында немесе стандартты емес есептер, жаңа логикалық есептерге келген кезде өз білімдерін көрсете алмайды. Содан ба деп болуы мүмкін осы төмен көрсеткіш. Немесе жаңа PISA тапсырмаларын тапсырған кезде оқушылардың кішкене сәл қателесуі де мүмкін, бірақ сәл мүмкін немқұрайлы қарай ма. Ол біліміне ертең алдағы уақытта алатын аттестатына ешқандай әсері болмағандықтан, ол көп оқушылар жауапкершілікті көп қарай қоймайды да, жауаптарды белгілегенде, тапсырмаларды орындағанда қатты күш салмайды деп ойлаймын. Ешқандай маңызға ие емес сертификат беріп жатқан жоқ деген сияқты. Иә, мотивация жоқ секілді алдарында оқушылар. Ол да иә. Өйткені тест тапсырар алдында оқушылардың ең бірінші қоятын сұрағы, бұл тест неге әсер етеді? Қаншалықты әсер етеді? Ертең тапсыра алмасақ, бір кері әсері бола ма? Жақсы тапсырсақ, бір керісінше марапаттау бірдеңе бола ма деген секілді. Бағаға әсер етеді. Бағаға әсер етеді ме дейді. Енді оқу сауаттылығы әрине өте төмен болып тұр. Бұл біріншіден ойлаймын, жаңа Ерлан ұстаз айтты, кітап оқымайды. Расымен де кітап оқитын оқушылар өте аз. Оқыған күнде де ол мәтінді түсіну. Енді оқу сауаттылығы солай ғой, бірінші мәтінді түсіну және өмірмен байланыстырып, сонда берілген сұрақтарға дұрыс ұтымды жауап беру. Мәтінді оқу бір бөлек, оны түсіну және талдау.
сабақ барысында оқушылармен жұмыс жасап жатамыз, бірақ бұл жердегі тапсырмалардың қаншалықты берілгендігі кейде болады тестте, сұрақ күрделі, жауаптары бір аудармадан келген секілді нақты емес, балаға түсініксіз болып жатады. Ондай қателіктер де орын алып жатады тест барысында. Бірақ жалпы кітап оқитын оқушы қазіргі таңда аз деп айтуға болады. Оған толықтай келісемін. Себебі өзіміздің мектепте де енді әртүрлі жобаларды қолға алып жатырмыз. Менімен оқы, бірге оқы, кітаппен дос болайық, кітапханамен байланысып отырып, бірнеше жобаларды атқардық осы 3 жылдың ішінде. Кітапты жақсы көріп, оқып жүрген оқушылар да бар, жетерлік. Дегенмен де оқу сауаттылығының төмендігін ең бірінші содан көруге болатын секілді. Және осы нәтижелердің жалпы Қазақстан оқушыларының нәтижесінің төмен болуы сол оқу сауаттылығына тікелей байланысты сияқты. Өйткені жаңа сіздің айтып отырған берілген тапсырмамыз жаратылыстану болсын, математика болсын, мәтінді бірінші түсінуге негізделеді ғой. Бізде сол дағды кішкене төмендеу сияқты. Мәтінді бірінші есептің берілгені бойынша ол нені меңзеп тұр, қандай деген сияқты талдау. Және жаңа мотивацияның төмендігі деп жатсыздар. Бізде тапсырманы балалар соңына дейін оқып көріп, тапсырма берілген оқып көру қиынға соғады кейде. Жалпы жаратылыстану туралы есіме түсіп кетіп жатыр. Пиза, мен бұрын мектепте жұмыс істеген кезде пиза тестілеу болды, оның ішіне информатика да кіреді. Соңғы уақытта болғанын білмеймін, бірақ соңғы уақытта информатика да оның ішіне кіреді. Информатикада себебі қазіргі заманда керек дағды болып тұр ғой. Адамдар оны қолдана алу керек, болашақта өмірде қолдана алу керек өздерінің. Және бұл жерде мен ойлаймын, бір минусы ол бізде информатика сағатының аздығы, аптасына 1 сағат. Бір аптада балалар шыны керек ұмытып та қалады. Келесі сабақта келген кезде қандай тақырыпты талқылап еді, өйткені сабақта деп өздері естерінде де жоқ. Екінші мәселе ол кішкене барлық жерде емес, қазіргі күні өте көп мектептерде шешілген мәселе компьютерлардың жетіспеушілігі. Кейбір мектептерде ол мәселе әлі күнге дейін бар. Және де үшінші мәселе менің өз ойым, бұрынғы уақытта осы мен бала болған кезде компьютер алып беретін ата-аналар. Көбінесе телефон алып бермейтін да, компьютер алып беретін. Бұл кезде кнопочный телефон болды ғой, кнопочный телефонда функционал көп емес, бала оны ойнай қоймайды. Сосын бала ата-анасынан сұрай да қоймайды оны. Бірақ ол кезде компьютер бар, ата-аналарынан балалар компьютер сұрайтын. Сосын балалар бір уақыт сол бір 2005-2010 аралығы ғой, сондай айтайын дегенім. Сол уақытта ата-аналар массаға барлық компьютер алып беретін. Бір үйде 2 компьютерден болатын. Қазір барлығы телефонға бере салады, а телефон шыны керек бұл жерде өмірде қажетті болатын бір проблемаларды шешу мүмкіндігі өте аз. Ол жерде өте шектеулі. Ал компьютермен ғана нағыз бір дағдыларды қалыптастыруға болады. Сол. Дұрыс. Бірақ айту қуантарлық жағдай бұл жерде динамиканың бар болуы жылдан жылға 3 жыл сайын тапсырылатын тест өсу динамикасын біз байқаймыз. Бірақ басқа мемлекеттердің де сонымен қатар көрсеткіштері өсіп жатқанын біз оны да көруге болады. Бірдей деңгейде бізде анау айырмашылығы сақталып тұр да, айырмашылық. Және теріс айырмашылық, минус айырмашылық сақталып тұрғаны. Енді бұны қалай жақсартуға болады? Қандай жолдарын ұсына аламыз енді? Тек қана сіз мысалы информатика жағынан емес, жалпы математикалық сауаттылық бойынша, оқу сауаттылығы бойынша өзіңіздің пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Мысалы жаратылыстану бойынша қалай бұл көрсеткішті жаңартуға, жақсартуға болады? Не істеу керек? Бұл енді біз мұғалім болып жүргеннен кейін, мектеп қабырғасында қызмет етіп жүргеннен кейін бұл бізге байланысты мәселе болып тұр ғой. Иә, енді бұл жерде бөліп алудың қажеті жоқ. Әр ұстаз өзінің пәніне жауапкершілікпен қарау керек. Мысалы, оқу сауаттылығы деп енді мен өзім тікелей пәнді айтатын болсам, дағдыны қалыптастыру керек. Ол жерде оқу, дұрыс оқи алу, оқыған мәтінді дұрыс жеткізу, ойды саралау. Яғни әр мұғалім өзінің күнделікті сабағына дайындалған кезде тапсырмаларды саралау керек. Осы пизамен тікелей байланысты мәтіндерді ала отырып, дағды өзі солай қалыптасады. Күнделікті бір іс-әрекетті қайталап отыру арқылы. Сондықтан да қандай да бір тапсырма беретін кезде осы пизада кездесетін мәтіндермен оқушыға жұмыс жасату керек. Оқушы күнделікті 1-2 сабақта мәтінмен жұмыс жасаса, демек болашақта пизаны тапсырған кезде оның көз алдында тұрады. Сол тапсырмалармен жұмыс жасадым. Міне осы тапсырмада мұқият болу керек, тестті толық оқу керек. Жаңа Ерлан ұстаз айтты, иә, бізде оқушылар толық тапсырманы қарамайды.
олардың фокусы басқа назарға ауып кетеді. Сондықтан да бұл жерде тұрақтылық, уақытты дұрыс қолдану, мәтінге назар аудару, ол кез келген математика сауаттылығы болсын, жаратылыстану болсын, баланың фокусын аударта білу керек. Солай ойлаймын. Менің қосарым тағы да баланың фокусын ұстау үшін сол қайта-қайта айтылып жатқан мәселе, біз қазіргі заманда әлеуметтік желі, сол TikTok, Instagramмен біз бәсекеге түсеміз мұғалім баланың назары үшін. Бала соған мысалы үй жұмысын орындамай соны қарап қояды деген сияқты. Біз осы жерде геймификация, демек ойындарды енгізу керекпіз, ойын форматын көбірек енгізу керекпіз. Бала барлығы өкінішке орай бір жағынан ол плюс та шығар, баланың қызығушылығын ойын арқылы тарту. Бір жағынан ол минус та деп ойлаймын, өйткені өмірде барлық ойын бола бермейді әрдайым. Өмірде күрделі тапсырмалар да болады, кейбір бір күрделі сынақтар да болады. Иә, сонымен қатар пәнді оқытқан кезде, мысалы математикалық сауаттылықты арттыру үшін жаңағындай енді әр сабаққа болмаса да кейбір сабақтарда соңында математикалық жалпы сауаттылыққа байланысты жаңа PISA тапсырмаларына ұқсас тапсырмаларды беріп, сол тапсырмаларды шешу дағдыларын қалыптастыру керек. Бұл жерде енді көбінесе жаңа логикаға, орысша айтқанда нестандартный дейді ғой, яғни ойлауға баланы дағдыландыру, жаңа тапсырманың шешімін табудың басқа жолдарын, және қай қырынан қарап оны қалай шешімін табу, соған үйреніп дағдыландыру қажет деп ойлаймын. Сол кезде ол математикалық сауаттылығы артады біріншіден, және де алдағы уақытта өмірде күрделі бір сұрақтарда немесе бір шешім қабылдау кезінде, маңызды шешім қабылдау кездерінде осы жаңағы дағдылардың пайдасын көреді оқушы. Өте жақсы, иә, толық келісемін. Өмірмен байланыстыру керек. Кейстарды, кейс әдістер қолдану. Жақсы, өте жақсы. Түсіндім, сіздерді тыңдадым. Бұл жерде жаңағы айтып отырғанымыз, біз білім сапасына жұмыс істеп жүрміз де негізінде мектепте бізде солай қойылады ғой тапсырма. Бізде сапа жоғарылау керек. Әр тоқсан сайын біздің сапамыз көтерілу керек. Бірақ бұл жерде PISA-да, мысалы әлемдік зерттеу, бұл сапаны емес, қолдану дағдысын зерттеп тұрды. Біздің дағдымыз дұрыс па, дұрыс емес пе деп біз ойланып қаламыз кейде. Мысалы өздеріңіздің сабақтарыңызда соған қалай жұмыс істеп жатсыздар? Әлі сапа бойынша жұмыс істеп жатырмыз ба? Мысалы бақылауға дайындаймыз біз оқушыларды, бірақ бақылаудың ішінде жаңа сіз айтқандай функционал сауаттылыққа негізделген тапсырмалар, мысалы қандай мысалдар келтіре аласыз өз пәніңіз бойынша? Енді функционал сауаттылыққа байланысты бергенде, жалпы біздер алгебра, геометрия пәндерінде қазіргі таңда көп тараулар, тақырыптар алдағы уақытқа оқушының өміріне қажетті. Қарапайым жалпы жаңағы адамға, балаға түсінікті тілде жеткізетін болсақ, ол жаңағы білімді жаттанды, жай бір формуланы жаттамай, сол алдағы уақытта оның өмірінде қалай қашан қолданатынының маңыздылығын түсінеді да. Иә, жалпы тапсырма беруде қиындатпау керек қой. Балаға түсінікті етіп жеткізу керек. Кез келген тапсырманы алған кезде өмірмен байланыстыруда бір қиындатып, оның жауабы табылмайтындай бермеу керек. Бала түсіну керек, шешімі оңай болу керек, және жан-жақты жауап болады. Оны да қабылдай білу керек. Өйткені көзқарас әртүрлі ғой. Сондықтан ол жан-жақты айтылған көзқарасты бір жүйеге келтіріп, ортақ нәтижеге жету керек қой. Бұл жерде енді ұстаз кіріседі. Бірінші оқушыларды тыңдап аламыз, ортақ шешімді табамыз, содан кейін ұстаз қорытынды сөзбен баланың қаншалықты дұрыс жеткізгенін, қаншалықты бұрыс айтып тұрғанын қорытындылайтын ұстаз деп ойлаймын. Дұрыс, өте тамаша, жақсы. Енді келесі бөлімге өтетін болсақ, бұл сіздерге интерактивті тапсырма әзірлеген болатын. Бұл жердегі атауы дағды картасын таңдау деп аталады. Сіздердің назарларыңызда бір дағдылар беріледі. Мысалы, математикалық немесе аналитикалық ойлау дағдысы деген сияқты, мәселені шешу дағдысы деген сияқты. Бірақ бұл сіздің пәніңізге сәйкес келмеуі де мүмкін, бірақ бұл сіздің пәніңізде бәрібір керек дағды. Біз бөліп жара алмаймыз негізі. Мысалы, жаңа топпен жұмыс істеу дегенде, ол барлық пәнде бар. Мысалы, дағды. Біз барлығымызда топпен топтау әдісі дегенді қолданамыз. Сондай қазір сіздерге тапсырма беріледі, таңдайсыздар кезек-кезекпен, сосын сол бойынша өз жауаптарыңызды айтатын боласыздар. Бірінші, кім бастайды? Кім бастайды? Ол мұғалімдердің несі ғой, оқушы сұрағы, кім бастайды? Кім сабақ айтады деген сияқты. Бірінші кімнен бастаймыз? Алыстап отырған, иә? Жақсы, бастайық.
бесінші дағдыны таңдап көрейік. Бесінші дағды. Цифрлық қауіпсіздік дерекпен жұмыс. Яғни деректерді қорғау, сандық сауаттылық дағдысы бізге не үшін қажет болуы мүмкін? Өз ойыңызша. Бұл керемет дағды негізі. Әсіресе қазіргі таңда мынау мошенниктер деп айтамыз ғой. Осылардың алаяқтардың қазіргі таңда осындай цифрлық қауіпсіздік деректерді ұрлап әртүрлі өздерінің қылмыстық іс-әрекеттерін жасап жатқан заманында бұл өте қажет дағдылардың бірі деп есептеймін. Өйткені әр адам өзінің деректерін, жеке деректерін қорғау, қарапайым мысалы әлеуметтік желілерде артық мәліметті салмау өзі жайында, және де мекен жайын, басқа да жеке басының куәліктерін немесе басқа да құжаттарын көрсетпеу, және де қарапайым өзінің әлеуметтік желілердегі жаңағы анау құпия сөздерін, оларды құпия сөздерін жаңағы сенімді, нақты және басқа адам таба алмайтындай өзі құру керек деп ойлаймын негізі. Күрделі қылып құрғаны жөн деп ойлаймын. Бұл дағды әрине керек. Бұның маңыздылығы өте жоғары. Жақсы, өте тамаша, жақсы жауап бердіңіз. Өте маңызды деп есептеймін, барлығымызда келісеміз. Пікірмен. Келесі өзіңіз бірінші дағдыны таңдаймын. Қашаны? Бірінші дағды бізде аналитикалық ойлау. Яғни мәліметтерді талдау, мәселелерді шешу, сыни ойлау. Енді жалпы мәліметтерді талдау барысында оқушылармен тығыз байланыста болу керек, ұстаз. Яғни мәселелерді қалай шешуге болады? Сыни ойлау. Енді ол жерде сұрақтар әртүрлі болады. Жеңілден күрделіге дейін деңгейлік сұрақтар арқылы оқушының ойлау қабілеті оның осы жаңағы оқу сауаттылығына тікелей келіп тұр. Қаншалықты оқушы кітапты көп оқыса, ол сұраққа сыни ойлау барысында ұтымды жауап бере алады. Сондықтан да қаншалықты сауатты қоғам болса, соншалықты ұтымды жауаптарды алуға болады деп айтар едім. Мәселені шешуде әртүрлі мәселелер болады. Ол жеке бастың мәселесі болуы мүмкін, ол сыныптың мәселесі болуы мүмкін, сынып жетекші ретінде. Сондықтан бұл жерде ашық пікірталас, ең бірінші мәселені анықтау, табу шешімін және оның нәтижесін оң жағынан қою деп ойлаймын. Дұрыс, тамаша. Яғни анализ жасап алу керек. Сараптап алу керек. Әрекет жасамас бұрын бірінші анализ жасау керек. Қандай әрекетіміз бізге тиімділік береді деген сияқты. Өте жақсы жауабыңызға толық келісеміз. Келесі Ерлан ұстаз өзіңіз 6-шы дағды. Тамаша. Үздіксіз даму. Рефлексия, жаңа білім өнімділігі. Үздіксіз даму қазіргі заманда өте маңызды болып тұр. Себебі тым қатты, тым тез бәрі өзгеріп жатыр. Әсіресе сол жасанды интеллект бойынша мысал келтіретін болсам, оны дәл бүгін игермесең, ертең қалып қоясың. Қалып қоймағанның өзінде көп жете алмайсың. Бүгінгі біздің статистиканы көрдік қой. Біз ана біздің нәтижеміз өсіп жатыр PISA бойынша Қазақстанның. Бірақ біз орта деңгейді көп жете алмай келе жатырмыз, себебі орта деңгейдің өсіп бара жатыр әрдайым. Сондықтан үздіксіз даму болса ғана біз соны көп жетеміз. Сондықтан ол өмірге өте маңызды. Жақсы, тамаша. Келесі. Тағы да үшіншіні таңдайық. Мәселені шешу дағдысы. Тапсырманы декомпозициялау, яғни жіктеу, стратегия жасау. Бұл дағды да өте маңызды дағдылардың бірі. Тек оқушы емес, жалпы әр адамның бойында табылуға керек дағдылардың бірі деп ойлаймын. Өйткені адам өмірі болғандықтан әртүрлі мәселе туындайды. Осы мәселелерді шешу өзіне немесе басқа қоғамға зиянын тигізбей шеше алатын дағды болса адамда, ол жалпы жақсы болады деп ойлаймын. Құлыпты стратегиялар дейсің, тапсырма декомпозициясы дейді. Құлыпты стратегиялар деген енді менің түсінуімше ол стратегия құру, жаңағы мәселені шешуге
яғни құлыпты ашқандай сол мәселені шешуге қандай да бір стратегия, сол стратегияны қолдана отырып жаңағы мәселені шешу, тапсырмаларды декомпозициялау, жаңағы оқушылардың бойындағы мынау мәселені шешу дағдысын қалыптастырып ары қарай оны дамыту үшін әртүрлі тапсырмаларды саралап жаңағы оқушының жас және ойлау деңгейіне қарай шеше алатындай етіп құрастырған жөн деп ойлаймын. Дұрыс, тамаша. Мәселені шешу дағдысы өзі математикада есепті шешкенмен содан басталады, иә. Сол мәселені шешуге бала есепке тапсырмаға қай қырынан қарайды, қай жағынан келеді. Өйткені математикалық бір есепті шығарудың, шешудің бірнеше тәсілі болады. Соның әрқайсысын біз қабылдаймыз жауап ретінде. Дұрыс, тамаша. Келесі таңдау. 4-ші дағды. Тәртіп, төзім. Мақсатқа жүйелі жету, қиындыққа төзім. Иә, өте орынды және қажетті дағдының бірі. Өйткені тәртіпсіз берілген білімнің өзі болашақта зиянын келтіріп жатады. Тәртіп бар жерде адам өзін бірінші тәртіпке бағындыру керек. Сол кезде ғана егер оқушының бойында уақытылы ұйықтаудан, уақытылы оянып, сабаққа келіп, сабақты дұрыс өткізіп, және оның барлығына төзімділікпен қарайтын болса, онда бұл дағды арқылы ол оқушы келешекте керемет бұл тұлға қалыптасады ол оқушыдан. Сондықтан мақсатқа жүйелі жету үшін де қиындыққа төзе білу керек. Себебі өмірде ол тек қана ақ жолақтан тұрмайды, ақ пен қара жолақ алма-кезек кездескен кезде ол оқушы дайын болу керек. Қазір оңай оқушыға, себебі оның қамқоршысы ата-анасы бар, мектепте ұстаздары бар, жанында достары бар. Бірақ өмір өте келе әртүрлі қиындықтарға тап болған кезде осы тәртіптің арқасында ол қиындықты шеше алады деп ойлаймын. Сондықтан негізгі дағдылардың бірі төзім. Енді қазіргі уақытта оқушылар жаңағы 45 минут сабақтың өзін кейде аяқталғанын тез күтіп кетеді ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, әрбір ұстаз өзінің сабағына тыңғылықты дайындықпен келсе, ол 45 минуттың өзі оқушыға білінер білінбес өтіп кетер. Сондықтан да бұл дағды өте қажет, тек қана оқушыға емес, жалпы адамзатқа қажет дағдының бірі. Дұрыс, келісеміз. Келесі Ерлан ұстазға қалған екінші дағды. Коммуникация оқу сауаттылығы. Тиімді сөйлеу, тыңдау, жазу дағдылары. Дұрыс сөйлеу деуге болады немесе, Тиімді сөйлеу өте маңызды. Сабақты түсіндіргенде мұғалім балаға мысалға өте көп теорияны ұзақ созып айтып қажет жоқ. Сол қысқаша негізгі ой жеткізе білу керек, қысқа мәтіннің ішінде. Тыңдай білу керек, әрине баланың бір өзінің басқаша бір ерекше бір пікірі бар шығар, басқаша бір тапсырманың шешімі бар шығар, оны жоққа шығаруға болмайды. Коммуникация бұл әсіресе осы қазір бір ашып тұрған мәселе шығар. Себебі бізде балалар бір-біріне көмектесе қоймайды, тапсырмасын, мысалы мен беремін сабақта, өз тапсырмасын орындап отыра береді. Көрші партада отырған балаға көңіл аудармайды. Мен сосын айтуға міндеттімін сол. Көршіңе көмектес, көршіңе көңіл аудар деп. Немесе көршінің ұялмай көмек сұра деп айтамын. Сол. дұрыс. Тамаша, өте жақсы. Бірнеше дағдылардың қатарын біз саралап шықтық. Неге ол маңызды екендігін енді бізді көріп отырған көрермендер үшін де, әсіресе оқушылар үшін, мектеп бітірушілер үшін бұл өте пайдалы болады деген ойдамын. Ұстаздар үшін де және ата-аналар үшін де біраз пайдалы ақпаратпен бөлістік. Жақсы, рахмет. Келесі бізде жеке блоктарға көшетін болсақ, бізде математика пәні көшіп бастап тұр. Не себептен математиканы бірінші қойып отырмын? Себебі тағы да зерттеулерге жүгінеміз және статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, жалпы ересек адамдардан сұраған екен, сауалнама алған кезде, жалпы сізге өмірде ең қажет болған мектептегі пәнді атаңыз деген кезде көпшілігі математика таңдаған екен. Ол мысалы мектепте онымен келіспеуі мүмкін де оқушы. Әрине. Маған қой сонысы не қажеті бар, синустың не қажеті бар, өмірде осы керек пе деп қойып жатады да. Бірақ негізінде өмір көрсетіп беріп отыр математиканың басқа пәндерге қарағанда өмірде өте тиімді, яғни керек екендігін көрсетіп отыр да. Сол үшін де енді қазір
жеке сұрақтарды мен қойып өтетін боламын математика пәні ұстазына. Бұл жерде бізде бірінші сұрақтан бастайық, қысқа да нұсқа жауап беріп өтсеңіз болады. Математика оқушыға өмірде керек негізгі үш қандай дағдыны беруі мүмкін? Енді математиканың жаңа өзіңіз айтып өткендей, әр адамның өмірінде күнделікті өмірде қолданатын пәндердің ең негізгілерінің бірі математика болып саналады. Енді оқушыларға қандай үш дағды дейсіз ба? Ол біріншіден мәселені шешу, өзінің қаржылық сауаттылығын арттыру, қазіргі таңда өте маңызды дағдылардың бірі. Және өмірде пайда болған әртүрлі мәселелерді шешуге көмек береді деп ойлаймын. Тамаша. Енді келесі сұрағымды қойып өтейін. Ол өмірлік бір мысал айтсаңыз, математикалық ойлау ол қандай мәселені шеше алады? Математика пәніне келетін болсақ, осы қарапайым мысал ретінде былай көрсетуге болады. Мысалы, бір адам алып өзі жеке кәсіп бастайды. Ол кәсіпті бастамас бұрын ол өзінің жаңағы математикалық сауаттылығын қолданып, жаңағы пайызы бар, салығы бар, жаңағы кететін шығындары бар, кірістері бар. Сол кезде қаржылық жоспарды жақсы, дұрыс қою үшін және жаңағы сол өзінің бастаған ісінде жетістіктерге жетіп, өзінің қаржылық жағдайын дұрыстап, жаңа жасап жатқан ісінен берекелі табыс табу үшін жаңа математиканың қарапайым пайыз секілді немесе басқа да ұғымдарын қолданады. Толық келісем, дұрыс айтасыз. Қарапайым калькулятордың өзін қолдану үшін математикалық білім қажет, иә? Әрине, калькулятордың қолданудың өзінде математикалық білім қажет. Оны жайдан жауап қосып азайтуға болмайды. Көп жағдайда функцияларын білу керек. Қай кезде оны қосып азайту, қай кезде көбейту, бөлу деген секілді. Дұрыс, тамаша. Келесі блокқа көшейік. Ол бізде екінші блок. Қазақ тілі енді өзіміздің ана тіліміз, қазақ тілінің енді біздің еліміздің өз болашағы қазақ тіліне байланысты болып тұр ғой бұл жерде. Сол орайда бізде жаңағы өзіміз айтып өттік, оқушылардың оқу, жазу немесе ойды жүйелеу дегенде кішкене қиындықтары бар да. Сол үшін қазір біз қазақ тіл өзіңізге қазақ тілі мұғалім ретінде сұрақ қойып өтсек. Жақсы. Қазақ тілі бізде дәл сол сұрақты қойып өтейін. Қазақ тілі болашақта оқушыға қажетті үш дағды. Қандай дағдыны, мысалы, үш дағдыны атап өтсеңіз, қазақ тілі беретін. Оқу сауаттылығы деп. Иә, оқу дағдысы, яғни оқу, әдебиетте біз мәтінді оқимыз және оны өмірмен байланыстырамыз. Себебі әдеби шығармада кейіпкерлер бар. Кейіпкерлерді талдау барысында оқушылар өздерін танып жатады, жанындағы достарын танып жатады. Жалпы өмірде кездесетін адамдарды сол кейіпкерлер арқылы танып жатады. Оқу дағдысы. Жазу дағдысы бұл сауаттылықты меңзейді. Себебі сауатты ұлт ол елдің болашағы ғой. Қандай пәнді таңдамасын, қандай маман иесі болмасын, кез келген ортада сауатты ұрпақ өзінің ойын дұрыс жеткізе білу керек. Ойын ашық айтуда қымсынбау керек, ол үшін адам сауатты болу керек. Сондықтан да сауаттылық ең маңызды дағдылардың бірі деп айтар едім. Және де сөйлеу мәдениеті. Қазіргі таңда оқушыларымыздың сөйлеу мәдениеті төмен деп айтамыз, өйткені бірден бір себеп мынау алдымызда жатқан әдеби шығармалардың оқылмауы. Қаншалықты әдеби шығарманы оқыса, соншалықты сөздік қор көбейеді. Сөздік қоры көп оқушы ойын жүйелі түрде жеткізе алады. Сондықтан да сауатты, мәдениетті сөйлеу үшін де кітаппен дос бола білу керек. Осы үш дағды бұл негізгі дағдылардың біріне жатқызар едім. Себебі әдебиет ол тек қана оқушыға тіліне сөзді береді, жүрегіне сезімді береді, болашаққа бағыт беретін өмір сабағы деп байланыстырар едім. Сондықтан да бұл негізгі дағдылар тек қана біздің қазақ тілінде емес, жалпы қоғамға керек дағды бұл. Сөйлеу, ойлау, өзінің ойын дұрыс жеткізу. Дұрыс айттыңыз. Енді осы атап өткен дағдылардың ішіндегі оқушылардың игеруіне қиындық туғызатыны қайсысы деп ойлайсыз өзіңізше? Қайсысы өзі қиын болады оқушылар үшін игеріп кетуге? Сөйлеу дағдысын айтар едім. Себебі
Бізде қазақ қоғамында ой қалыптасқан, мен қазақпын, өзімнің ана тілімді білемін және маған артық білімнің қажеті жоқ деген бір ой қалыптасқан. Ол теріс ой. Себебі сөйлеу үшін де, өзіңнің ойын жеткізу үшін де бізге жаңағы айтқан сөзді қор қажет. Ол күнделікті сөзбен ол жердегі мәселе шешілмеуі мүмкін. Мейлі ол болашақ спортсмен болсын, мейлі IT маманы болсын, қандай да бір жерге барып өзінің ойын айту үшін, қандай да бір жобасын қорғау үшін және отырған адамға өзінің жобасының маңыздылығын көрсету үшін сөз керек қой. Ал сөз жүйелі болу керек. Ал жүйелі сөз ол оқырманға жетеді. Оқырманға жеткеннен кейін оның қаншалықты маңызды екенін өзінің сөзі арқылы дәлелдей алады. Сондықтан да қазіргі таңда сөйлеу мәдениеті, оның ішінде сауатты сөйлеуді қалыптастыру керек, дамыту керек. Дұрыс айттыңыз, біздің қоғамның қазіргі жалпы жастардың арасындағы ең өзекті мәселені айттыңыз. Цифрлық заманда, барлығы телефонға кіріп кеткен заманда сөйлеу, бір-бірімізбен де сөйлеспейміз. Ол бар, Дұрыс айттыңыз. Енді бір нені айттыңыз, кемшілікті атап бердіңіз сіз, былайша айтқанда. Жақсы, толығымен келісеміз. Еркін тапсырмаға келейік, информатиканы сосын қоямын, бөліп тастаған екен ғой. Еркін тапсырма мынандай болады бізде. Еркін тапсырма, ол сіздерге қазір мен бір тапсырманы беріп өтемін. Бұл тапсырмалар бойынша сол тапсырмаға енді жауап беру керек қой, былайша айтқанда. Ол қызықты болуы мүмкін, күлкілі болуы мүмкін. Енді еркін формат болғаннан кейін солай болады да. Әркім өзінің пәніне қатысты тапсырма, мынау сізге қойдым, мынау сізге болады, мынаны ары қарай беріп жүрсеңіз болады. Қарап оқып алыңыздар, асықпаңыздар. Содан кейін сіздердің жауаптарыңызды алатын боласыз. Бірінші сұрақты оқисыздар, көрермендерге түсінікті болу үшін бізде. Енді бұл өте қызықты тапсырма болып тұрған екен бұл жерде. Ең әдемі формула, таңдаған формуланы 5-ші сыныпқа 2 сөйлеммен ертегі сияқты түсіндіріп, бір күлкілі салыстыру қосыңыз дейді. Енді 5-ші сыныптың оқушылары көп формула өте алмайды, бірақ сонда да оларға бастауыштан белгілі. Тік төртбұрыштың ауданын табу формуласын ең әдемі формула ретінде алайық. Тік төртбұрыштың ауданын табу. Енді бұл формуланы мен 5-ші сынып оқушыларына ертегі форматында 2 сөйлеммен жеткізетін болсам, енді менің әзірге қазіргі таңға фантазиямның жетіп тұрғаны бай болады. Ерте заманда бір тік төртбұрыш өмір сүріпті дейміз. Тік төртбұрыштың ұзындығы мен ені болыпты. Енді сол тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен ені бір-біріне көбейтіліпті. Енді күлкілі салыстыру қосу керек болады. Бұл жерде күлкілі салыстыру дегенде, енді бұл тік төртбұрыштың ауданы қасында шаршы деген досы бар, соның ауданымен салыстырып көріңіздер. Жақсы. Мендегі тапсырма, қазақ тіліндегі ең қиын бір сөзді таңдаңыз. Сол сөзді 10 жастағы балаға 2 сөйлеммен түсіндіріңіз, соңында бір күлкілі мысал қосыңыз делінген екен. Енді көптің арасында жүретін қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан деген сөз бар. Сол сөзді 10 жастағы балаға түсіндірер болсам, әдебиетте өгіз бен бақа деген бір мысал бар, соны айтып кетер едім. Бақа өгіздің көлеміне жетемін деп көлдегі суды тауысып жарылып кетіпті деген бір мысал бар. Сол мысал арқылы түсіндіре отырып, оқушыларға азды қанағат ету керектігін, қолда бар нәрсеге қанағат ете білейік және қанағат деген сөздің жалпы жақсы екенін түсіндірер едім. Қысқаша айтар болсам осылай. Жақсы. Компьютер сөйлей алса, сабақта ең жиі қандай бір нәрсеге шағымданар еді. Ол шағымды бір сөйлеммен айтыңыз да, оған бір қарсы пайдалы кеңес беріңіз. Егер компьютер сөйлей алса, онда былай айтар еді. Қайдағы жоқ көрінген сайттарға кіріп, программалар жүктеме деп. Сосын оны жүктегеннен кейін басқа толған программа жабысып келеді. Сосын ол орнағаннан мені кінәлама деп айтар еді. Оған қарсы пікір енді ресми сайттардан жүктеп алу керек программалар. Жақсы. Тамаша. Жақсы. Енді келесі, рахмет сіздерге ой пікірлеріңіз үшін. Мұғалімдер енді кез келген сұраққа болсын, тапсырмаға болсын дайын жүреді ғой. Импровизация біздің қанымызда бар нәрсе. Енді келесі пункт ол біздегі информатика. Информатика енді өзіңізге қоятын болсам, сол болашаққа керекті 3 негізгі цифрлық дағды информатика пәні беретін.
Қазір информатика, компьютерлік сауаттылық бірінші кезекте. Себебі ол болмаса, қазір барлығы сол өмір соған байланысты болып тұр. Бір қарапайым бір құжатыңды тіркеу, e-book арқылы бір ақпаратты іздеу, ақпаратты тиімді іздей алу, соның ішінде барлық кіріп кетеді сол ақпараттық сауаттылыққа. Сол ақпаратты тез таба білу, оны өңдей алу, саған презентация қажет болса, сол презентация күйінде оны шығара алу, тез тиімді ақпаратты таба білу, өңдей білу, ақпаратпен жұмыс істей алу. Сол оқу сауаттылығына келеді. Бұл бірінші дағды. Екінші компьютерді біраз меңгерген кезде бір дағды қалыптасады. Енді мен өз байқаған тәжірибемен сенімділігің арта түседі. Өзің күшіңе сенімің арта түсіп, сенімді бола бастайсың. Сол дағды деп айтамын. Мүмкін ол қасиетті шығар, бірақ дағды да сияқты деп ойлаймын. Және үшінші дағды компьютер білген өзі тиімді дағды, себебі басқаларға көмектесе аласың, басқа адамдармен тіл табысып кетесің. Сонымен қатар компьютердің тілі ол логикаға тура барынады да. Сондықтан компьютермен жұмыс істегенде компьютер толық сенің айтқаныңды орындайды. Мен жаңа мысалда айтқандай, дұрыстап компьютерге инструкция берсең, ол барлық сен айтқан орындап істейді, және де жүйелі түрде ойлауды қалыптастырады практикада. Сол дағды қалыптасады. Жүйелі түрде ойлау дағдысы қалыптасады. Тамаша. Жақсы, енді информатика болғаннан кейін келесі сұрағымызды былай қойғымыз келіп отыр. Информатика ақпараттық технологиялар дейміз, ол мобильдік телефон, компьютер, оның ішіне әлеуметтік желімен жұмыс істеуде кіріп кетеді. Қазіргі таңда ең өзекті мәселе біздің қоғамда осы әлеуметтік желіге тәуелділік, ол барлығымызда бар. Содан арылудың немесе сода отырып уақытты қысқартудың бір қандай амалы бар енді өзіңіз сол салада жүргеннен кейін, сол салаға жақын болғаннан кейін қандай кеңес бере аласыз? Ол қазір барлығына қиын болып кетті. Мен тіпті мінезі мықты адамдармен де, шыдамды адамдармен де сөйлестім деп айта аламын. Олардың өзі сол телефонға жеңіліп қаламыз деп айтады. Бір ғана амалы қалды, сол телефонның ішінде қазіргі күні оған арнайы программалар бар. Stay focused деген. Демек, зейініңді сақта аудармасы, зейініңді жоғалтпай сақта деген. Сол программаларды орнатып, ол жерде өзің шектеу қойып қою. Күніне Instagram, TikTok бойынша 10 минут, Instagram бойынша 10 минут, Telegram бойынша 30 минут деп сол шектеу қойып қойсаңыз, сол кезде ол өзі уақыт келген кезде еске салады. Ол жерде оны сөндіріп тастауға болады. Бірақ мысалға, кейде Instagramды қарап отырғанда 2 сағат қарап қоясың да, ал егер ол программа қайтара ескертіп етіп тұрса саған 10 минут сайын, ол солай жұмыс істейді. Сен оны қосып қоясың, 10 минут саған шектеу береді күніне. Сен оны 10 минуттан ары қарай қарау үшін тағы да сен оған кіріп, тағы да рұқсат алу керексің. Сол үшін сол 3 рет басқан кезде өзің түсінесің. 3 рет бастың, 30 минут уақыт өтіп кетті. Болды дейсің де, сонымен өзің тоқтатасың. Дұрыс. Жақсы. Қолданып көру керек екен ол. Бізде де бар мәселе ол негізінен. Жақсы, осымен бірінші блок жаңағы негізгі өздеріңізге арналған блоктарды аяқтаймыз. Біз көріп отырған нәрсем сіздердің айтқандарыңыздан бұл пәндер анау жақсы, мынау жақсы деп айтқанға келмейді, негізі бөліп жаруға болмайды. Бірақ сіздерді шақыру себебінің өзі ол жаңағы зерттеулер бойынша өте маңызды алдыңғы қатарда тұрған пәндер, ол сіздердің пәндеріңіз болып тұр да. Бірақ сонымен қатар біз қазір пәнге не бермейміз, басымдық бермейміз де, біз негізгі нәрсе бұл жерде дағдыны қалыптастыру керек болып тұр да. Жаңа бірнеше пән бірігу нәтижесінде бір жақсы дағдыны бере алатындығын біз көрсетіп отырмыз да бұл жерде. Жақсы, енді қорытындылай келе сіздерге блиц сұрақтар беріледі, тез жауап беру керек боласыздар сіздер. Мен қысқаша бір 2 сұрақ беріп өтем, соған сіздер жауап беріп өтсеңіздер, сосын сонымен қорытындылайтын боламыз подкастымызды. Енді арғы жақтан бастай берейін, алыстан, иә? Жақсы. Өз пәніңіз бойынша ең керек бір дағдыны атай салыңызшы. Бір дағдыны? Иә. Так, алған білімді қолдану дағдысы. Жақсы, тамаша. Екінші сұрағымыз. Оқушыға ертеңнен бастап істейтін нақты бір әрекет немесе әдетті ұсыныңыз. Математиканы жаттанды білім ретінде емес, өзіне қарапайым түсінікті білім ретінде қабылдау. Тамаша, жақсы. Үшінші, соңғы сұрағымыз, сіздің пәніңіз туралы ең үлкен миф қандай? Оны бір сөйлеммен қалай бұзамыз?
Ең үлкен миф ол математиканың алдағы уақытта өмірде қажеті жоқ деген. Синус косинусты өмірде қолданбаймын деген үлкен миф болып саналады. Оны бұзу қандай сөйлеммен бұзуға болады дедіңіз, бұл жерде математика қазіргі әлемнің тілі деп айтуға болады. Жақсы. Бүкіл ғылымның тілі деп. Барлық ғылымның, барлық ғылымдардың патшасы математика деп айтуға болады. Жақсы, тамаша, жауабыңыз үшін рахмет. Дәл сол сұрақтар өзіңізге қойылады. Бірінші сұрақтан бастаймыз. Сіздің пәніңізден өмірге ең керек бір дағды? Дұрыс сөйлеу дағдысы. Дұрыс сөйлей алу дағдысы. Тамаша. Оқушыға ертеңнен бастап істейтін бір нақты әрекет немесе әдетті ұсыныңыз. Пизаға байланысты мәтіндерді беріп отыру, пизамен тікелей байланыстыру. Оқушыға. Сіз Әдет па? Сіз өзіңізге айтып жатсыз, оны? Мен оқушыға тапсырмаларды саралап алып келемін. Жақсы. Соны орындау, Орындату. Жақсы. Сіздің пәніңіз туралы ең үлкен миф және оны бір сөйлеммен қалай бұзасыз? Менің таңдалған мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалім емес, сондықтан маған бұл қатты қажет емес деген оқушыға айтарым. Егер қазақ ұлты болса, демек тіл қай кезде де маңызды. Ана тілі болғандықтан, сондықтан бұзар едім бір сөйлеммен ғана. Тіл жүректе болу керек. Тілде емес, жүректе болу керек, жүрек арқылы сөйлей білу керек. Тамаша, өте керемет. Ал, енді келесі кезек өзіңізде. Сізге де дәл сондай сұрақ. Сіздің пәніңізден өмірге керек бір дағды, ең керек. Ең керек. Сол ең соңғы айта кеткенмен жүйелі түрде ойлау дағдысы. Жүйелі ойлау, жақсы, тамаша. Оқушыға ертеңнен бастап істейтін нақты бір әрекет немесе әдетті ұсыныңыз. Алгоритмдар бойынша тапсырмаларды шешу. Жақсы. Үшінші бізде сіздің пәніңіз туралы ең үлкен миф және оны бір сөйлеммен жойыңыз. Ол мынадай миф. Мысалға адамдар ойлайды, ағылшын тілін кішкентай кезде оқу керек деп, себебі ол шет тілі бізге белгісіз тіл. Бала кішкентай кезінде тілді тез игеруге миы пластичный болып келеді ғой, икем болып келеді ғой. Сол кезде үйреніп алса жақсы. Ал мысалы информатиканы сосымда қоя тұрса болады, барлық курстар интернетте тегін ашық тұр, оны кейінірек үлгеріп оқып үлгеремін деген. Мен оған көз жеткіздім, оны байқадым өмірде. Негізі өзімнің мысалымда да айтып тұрмын, мен оны неғұрлым кешірек оны қалдыра берген сайын, соғұрлым оны үйрену қиынырақ. Сондықтан сондай миф бар. Информатиканы оқып үлгеремін, кез келген сәтте компьютер сатып ала саламын да, кез келген сәтте интернетте тегін курс аша саламын да, ютубта үйренемін деген. Уақытылы оқу керек, оны өз орнымен ағылшын тілі сияқты, басқа пәндерде сияқты. Жақсы, тамаша. Жақсы, енді подкастымызда қорытындылайық. Біраз мәселелерді талдап өттік, әлемдік зерттеулер бойынша біз сөз қозғап өттік, Қазақстанның нақты дамуы, деңгейі, сапасына қатысты, оқушыларға дағдыны қалай беріп жатыр, мектеп өмірге қаншалықты деңгейде дайындап жатыр, сол тұрғыда өздеріңіздің пәндеріңіздің атқарып жатқан міндеті жайлы, қиындықтары жайлы да сөз қозғап өттік. Тамаша сұхбат болып өтті, көрермендер үшін де қызықты болады деген ойдамын, оқушылар үшін, ұстаздар үшін және ата-аналар үшін. Студиямызға келіп қонақ болғандарыңыз үшін көп рахмет. Өздеріңізге алғысым шексіз. Отбасыларыңызға, жақындарыңызға амандық тілеймін. Кездескенше сау болыңыздар.